9 қабаттық үй қисайып қалды. Осы аудандағы бірінші үй емес бұл қисайған. Біз сонда өмірі қорқынышта өмір сүру керекпіз бе? Талқылап жатырмыз. Жақын орақта сол өздеріңізді жинап шешімін айтатын боламыз. Халықты жинамақ түгілі Алматының астан кестені шыққан қанды қаңтарда Сағынтаевтың ел алдына шығуға духы жетпеді. Енді оның орнына тышпаған төбесі қалмаған Ерболат Досаев келді. Бұрынғы әріптестердің былығын қалпына келтіруі екі талай. Я не собираюсь отвечать вам. Каким не буду отвечать, пожалуйста. Төтенше жағдай министрлігі Алматыда алда-жалда жер сілкінсе 30% үйдің жермен жексен болатынын жасырмайды. По прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении 9 баллов и выше, возможное разрушение до 30% жилых зданий. Бұл Ақордамен ресми бекітіліп азайтылған статистика. Ал іс жүзінде Алматының жартысынан көбі қираса не болмақ?